Сәлем оқырмандар, бүгінгі 15-ші тақырыбымыз present continuous тақырыбы. Present continuous ережесі қазақша дәл осы уақытта орындалып жатқан оқиғаларға қатысты айтылады. Мысалға, I am playing, мен ойнап жатырмын, немесе why are you laughing, сен неге күліп жатырсың. Present continuous осы шақ present simple'дан айырмашылығы дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті баяндайды. Яғни дәл қазір істеп жатқан іс-әрекетімізді дәл осы present continuous формуласына қойып қолданамыз. Ал жасалу жолы болымды түрінде бірінші subject келеді. Subject дегеніміз I, you, they, кешейді. Одан кейін ережеге қарай am, is, are. Одан кейін verb, яғни етістік, сосын етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Болымсыз түрінде subject ережеге қарай am, немесе is, немесе are. Одан кейін not көмекші сөзі. Одан кейін барып етістік, етістікке ing жалғауын жалғанады. Сұраулы түрінде am, is, are алдыңға шығып кетеді. Одан кейін subject, одан кейін етістік, сосын етістікке ing жалғау жалғанады.